Бүгін 11 наурыз. Балалар демалыстан кейін балабақшаға бара жатты. Алида бері қарашы. Күшті. Осындай көктемгі аяқ киімін курткасын киіп алды. Шапкасын бірақ ауыстырмады. Алида бір күшікті тауып алды, қуалап кетіп бара жатыр. Әй, Алюш! Привет де. Нең бар оны тепкілеп? Продукт алып келе жатырмын. Барып садиктен алып келдім, жолдан магазинге кірдім. Сонымен қазір алған заттарды көрсетем. Мына жерде алған заттарға обзор деймін. Екі нан алдық. Біреу мынандай қара нан, біреу булка. Мына жерде мынандай райский фрукты дейді, осыны алып жеп көрейік деп. Содан фарш алдым, брокколи спицамен тіреген алдым, сосын фарш. Одан кейін мына жерде мускат, шайын мускатты алдым. Біреуді көрейін дәмін. Сонымен райский фрукт дегенді Алимхан жеп жатыр. Қалай екен Алимхан? Күшті ма? Дәмі? Алида саған жүзім ұнады ма? Алида мускатты жеп жатыр. Мына мускатты өз бізде бір жерде сатады. Кішкене шіріңкірегендері де бар. Жеп көрдік. Сырты қалың, кәдімгі жүзім ғой, в общем. Қайсы қалың? Мускат. Мынау енді райский фрукт деген мынау. Кәдімгі көкөрік сияқты. Кәдімгі көкөрікті бояп қойған сияқты тәтті. Іші мынандай. Дәмді? Дәмді ма? Жүзімдері фруктыға ұқсамайды. Кәмпит деген сияқты ма сондай? кәмпиттің. Көкөрікті бояп қойған сияқты, в общем. Пластмассадан істелген сияқты ма? Кәмпит сияқты. Мынау ұнаған жоқ, слишком тәтті деген. Маған ұнайды. Бір анда-санда жемесең. Слишком тәтті.